Әділетті және тең құқықты қоғам құру, саясатта және бизнесте әйелдердің гендерлік теңдігі мәселелері әлемдік деңгей бойынша өзекті мәселе болып қала береді. Біздің подкаст әлемді өзгертетін әйелдер, Қазақстанның әйелдер күштері альянсы және де канадалық жергілікті инициативалар қолдау фондымен бірге іске асырылып отыр. Бүгін біздің студияда подкастта Қазақстан Республикасының президент жанындағы әйелдер істері және отбасылық демография саясат жөніндегі ұлттық комиссия төрағасының орынбасары, Қазақстан Республикасының парламент сенатының 7-ші шақырылым депутаты Сүлеймен Ләззат Жаңылысқызы келіп отыр. Біздің студияға қош келдіңіз. Рахмет. Әйелдердің өмірдегі әр саладағы, әсіресе саясат пен басқаруға алға жылжу мәселелері енді сіз көп жылдан бері айналысып келе жатсыз ғой. Сондықтан бірінші сұрақ, Қазақстан саясатындағы әйелдердің қазір орны қандай, рөлі қандай, қалай болып отыр? Шақыруларыңызға үлкен рахмет, Баян. Мынау подкасттың аты да өте әдемі екен. Бұл жерге келіп Қазақстанның алдыңғы қатарлы әйелдердің алдында сөйлеу әрине үлкен жауапкершілік. Өзімнің пікірімді айтып көрейін. Қазіргі Қазақстанның қоғамдағы, биліктегі орнын сұрап отырсың ғой енді. Иә. Ол орын жаңағы жақсы деңгейде деп айтқым келеді. Өйткені қазақ әйелдері кезең-кезеңіменен, орныменен жылдан жылға өзінің қоғамдағы ойып алатын орнын алып келе жатыр. Жылдан жылға жаңағы қоғамдық ұйымдарда да, билікте де әйелдердің саны көбейіп келе жатыр. Әрине барлық дүние мынау салыстырмалы түрде әрбір дүние салыстырмалы түрде бағаланады ғой. Сондықтан да біз көп араласатын орталық Азия мемлекеттері, Ресей, Қытай деген сияқты мемлекеттердің бен салыстырып келген кезде біздің әйелдердің қоғамдық белсенділігі өте жоғары деңгейде, солардың алды деп айтса да болады. Осыны біріншіден айтқым келеді. Екіншіден, әрине қазіргі уақытта осы соңғы жылы парламенттегі әйелдердің саны, мәслихаттағы әйелдердің саны азайды. Оның себебі әйелдердің белсенділігінің азайғанынан емес, оның себебі біздің елімізде саяси реформалар жүрді, сайлау жүйесі өзгерді. Соның ортасында бұрын партиялық жүйеге ыңғайланып дайындалған әйелдер көбінесе аудан, облыс деңгейінде бір мандатты округтерге бәйгеге шығуға дайын болмай қалды ма деп ойлаймын. Сондықтан да осындай бір кемшін тұс бар. Бірақ та біздің елімізде әйелдердің саясатта болуы туралы үлкен стратегиялық мақсат қойылған. Сондықтан да алдағы уақытта әйелдердің үлесі сол бұрынғы 29-30%-ға дейін келіп, одан да көбейетін үлкен жаңа потенциал қазіргі қазақ әйелдерінде толыққанды бар. Енді тарихи біздің қазақтың әйелдері үйде отырмаған, әрқашан жұмысқа араласып көмектескен ғой. Мына квота туралы жаңа айтып кеттіңіз ғой. Бізде Қазақстанда 30% квота бар. Бірақ сол квотаның ішінде тек қана әйелдер емес, оның ішіне бізде жастар, ерекше қажеттілігі бар адамдар кіреді ғой. Егер де бізде 30% тек қана әйелдерге квота беру, қалай ойлайсыз, сондай бір шара жасаса? Жақсы, сұрағыңызға екі бөліп жауап берейін. Бірінші, жаңағы тарихи қазақ әйелдері жөніндегі айтқаныңыз өте дұрыс айтып отырсыз. Жаңа көбінесе бізде қазір әйелдер, біз шығыстың әйелдеріміз, восточные женщины деп айтып жатады ғой. Соған мен толыққанды келіспеймін, өйткені біз шығыстың әйелі, мүмкін Қытай әйел шығар, мүмкін Корей, Жапон әйел шығар. Біз далалық әйелдеріміз, степные женщины дейді ғой. Сондықтан да далада көшіп қонып жүру үшін онда ердің өз орны, әйелдің өз орны болу керек. Ол көшіп қонған кезде әйелдің қауқары, қазақ үйді жинау керек, балаларды жинау керек, көшке көмектесу керек. Сондықтан да оның басқа ешкім орын толтырмайтын өзінің орны болғандықтан, оның да қоғамдағы да, отбасындағы да орны жоғары болатын. Қазіргі қазақ әйелдер төрде отырған, мықты болған деген сөздердің негізінде ол көшпелі замандағы біздің аналарымыздың жаңа бүкіл қоғамның ұйымдастырудағы да, дамытудағы да орны байланысты болған деп айтқым келеді. Ал квотаға байланысты, квота енді бұл көп жылдан бері келе жатқан жыр. Бұл енді европалық көп елдерде осы квотадан басталған,
әйелдердің көбеюі билікте, ол дұрыс. Оған жаңағы қолдайтын адамдар бар, қолдамайтын адамдар бар. Мен бір кездерде өзімде қолдамайтын едім. Шын мәнінде ер азаматтарменен нақты бәсекелестікке түсу керек деп. Көп әйелдермен қызмет еткеннің ішінде шынында да мына стереотиптерді жеңу үшін қазір әйелдің дауысы, әйел көтеретін мәселелер барлық деңгейлерде шығу үшін әйелдерге квотаның қажеттігі бар екені белгілі болды. Және әрине бұл бірінші қадам. Саяси реформалар, конституциялық реформалар ашық қоғамға, демократиялық қоғамға және адамның пікірі, әйелдің пікірі, жалпы адам құқығын жақсартуға байланысты реформалар жүргізіліп отырған президент Тоқаевтың реформалары бұл келешекте әйелдердің де өзінің нақты орнын алуға алып келеді деп ойлаймын. Сондықтан да тек қана әйелдердің квотасы туралы да қазір мәселені көтеруге және оны қоюға барлық мүмкіндік бар. Әйелдер істері және демографиялық саясат бойынша осы комиссияның, сіз комиссияда көп жылдан бері жұмыс істеп келе жатсыздар ғой. Осы комиссия туралы негізгі міндеттері мен мақсаттары қандай, нақты не істеліп жатыр, сол туралы айтып кетсеңіз. Иә. Әйелдер істері жөніндегі ұлттық комиссия мемлекет басшысы президенттің жанында. Бұл қоғамдық комиссия. Бұл комиссияға осы биыл 25 жыл болады. 25 жылда тәуелсіздік алған жылдардан бастап осы қазақ елінің, Қазақстанның маңдай алды деп айтатын қыз келіншектердің барлығы мүше болды. Өз деңгейінде әрқайсысы үлкен жұмыстар істеді. Кейде өз арамызда күлеміз, бір министрлік істейтін қызмет істейміз бе деп. Бізге айтылатын сын да бар. Жалпы халықтың арасында проблемалық мәселелерге араласып жұмыс істеп, оған президентке ұсыныстар беріп, тынымсыз жұмыс істеп жатқан комиссия жалпы. Мүмкін кейде жұмысы көрінбейтін де шығар. Осы күні кеше ғана бүгінгі комиссиямыздың төрағасы Аида Ғалымқызы Балаева 23 жылға атқарған жұмысымызды қорытындылады. Сол қорытындылаған кезде комиссия мүшелерінің әрқайсысы бір үлкен жобаларды алып жүреді. Соның бірнешеуін айтып кететін болсам, мысалы биыл саламатты Қазақстан деген дәрігерлер Қазақстанның мынау труднодоступный дейді ғой, кейде жолды жоқ, қолжетімсіз, көптеген қызметтерге қолжетімсіз болып қалатын ауылдар, станциялар, соның барлығына саламатты Қазақстан деген пойыз барып медициналық көмек көрсететін. Сол комиссия төрағасының тапсырмасымен биыл ұлттық комиссияның тарапынан халыққа заңгерлік көмек, медиаторлық көмек, психологиялық көмек жасайтын мамандарды қосып, ол кісілер 8-9 ай бойы бүкіл Қазақстанды аралап шықты. 9.000-нан астам адамға көмек көрсетілді. 100-ден астам адамға жұмысқа тұрды. Көп адамдарға кәсіпкерлікке оқыту үшін тиісті органдарға жіберілді, әлеуметтік көмек көрсетілді. Көп жерде медиаторлар татуластырды азаматтарды, құқықтық көмек көрсетілді. Бұл жоба Самұрық-қазына мен бірге атқарылды. Жалпы қайырымдылық бірнеше жобалар жүзеге асты. Мысалы, туған елге саяхат деген жоба 600-ден аса аз қамтылған отбасылардан, жақсы оқитын балалардың барлығы елімізді аралады. Және Томирис бағдарламасы жүзеге асты. Жаңа өзіңіз айтып отырған әйелдерді саяси жағынан ілгерілетуге байланысты бұл жобалар жалғаса беретін болады. Жалпы ұлттық комиссияның өзінің миссиясы әйелдерді саясатта ілгерілету, экономикада ілгерілету, әйел менен баланың денсаулығын қорғау сияқты миссияларды орындау керек. Осы барлық тараптарда бір пәрменді жұмыс атқарып отыр. Жақсы. Онда осы әйелдерді саясатта ілгерілету үшін қандай стратегиялар, не істеу керек, қандай қасиеттер болу керек әйелдерде, сол туралы айтып кетсеңіз. Әрине, жалпы саясаткер болу деген өте қиын мәселе. Саясаткер болу, қоғамға қызмет ету, халыққа қызмет ету, бұл үлкен жауапкершілікті қажет етеді. Әйелдер үшін екі есе жауапкершілік деп айтқым келеді. Өйткені біздің әйелдік өзіміздің рөлдеріміз бар емес пе? Аналық рөліміз бар, отбасылық,
сияқты соның барлығын жоққа шығарып тек қана саясатқа жүгіріп кетпейміз ғой біз. Сондықтан да сол өзіміздің рөлдерімізді де абыроймен орындай отырып қоғамға қызметімізді атқаруымыз керек. Егер де осыдан бір 30-40 жыл бұрын әйел тек қана үйде отырып бала қарау керек дейтін болса, кейіннен кеңес кезеңінде айтылатын сөз не карьера жаса, не сен жаңа үйде отыр. Екінің бірін таңда деп айтатын болса, қазіргі соңғы 20-25 жылдарда екі қанаты тең деп кейде мен айтам. Үйдің де жұмысын үйріп, қоғамның да жұмысын үйріп, соның барлығына үлгеріп, оған қазіргі біздің технологиялар да көмектесіп жатыр. Соның бәрін шырқ үйріп жүрген әйелдеріміз көбейді. Ал енді сол әйелдердің, сол қазақтың қыздарының, қыз-келіншектерінің арқасында мына бұрын біздің қазақта айтылатын мақалдар бар емес пе еді? Шашы ұзын, ақылы қысқа, немесе байтал шауып бәйге алмас деген мақалдардың стереотиптер азайды қазір, азайды. Өйткені әйелдер өздерін көрсете білді. Өйткені қазір қызметте жүрген, депутат болып отырған әйелдердің қоғам оның баласын, оның отбасын, оның қайын жұртымен қарым-қатынасын, оның адамгершілік жан-жағына қайырымдылық жасау мәселесінің барлығына сын көзбен қарап отыр деп айтуға болады. Сондықтан да осы талаптарға сай болып, жаңа айтылған стереотиптерді қоғамда еңсеруге еңбек еткен қазақтың қыз-келіншектері бар. Алдымен соларға рахмет айтқым келеді. Енді қазір бизнесте болсын, ғалымда болсын, саясатта болсын, жаңағы жетістікке жетіп отырған әйелдердің жолдары ұқсас. Олар менің ойымша ең алдымен позитивтік энергия, позитивтік қуат. Ол қазіргі сөзбен айтқанда эмпатия, басқаны түсіне білу. Қазіргі сөзбен айтқанда синергия, ол басқалармен қарым-қатынас жасап, бірге адамдармен бірлесе отырып бірге жұмыс жасауға қабілеті болуы. Мінез керек, мақсаткерлік керек. Содан кейін қыздарымызға қазір әртүрлі ақпарат көп, подкасттар көп. Содан біліп қана саясаткер болам дейтіндер де бар. Жалпы одан да көп дүние алуға болады, бірақ та бір тәлімгерлік жасайтын адамдарды табу, сол жолменен алып жүруге жаңағы көмектесетін бір үлкен наставник дейді ғой, тәлімгер табу, коуч дейді қазір, сол да жақсы болатын еді деп ойлаймын. Содан кейін қоғамдарға бірігу, бірлесу, жаңағы ұйымдарға бірігу, оның енді ең алды мынау біздің Қазақстанда Раушан Сәрсенбаеваны айтпай кетуге болмайды. Өйткені 15 мыңнан тарта қыз-келіншектерді мынау бизнес саласындағы басын қосып отырған және жүйелі түрде 25-30 жылдан бері әйелдерді үйретіп, 3 ұрпақтың әйелдерін бизнеске үйретіп, үлкен қоғам құрған бірінші Сәрсенбаева Раушан. Содан кейін Меруерт Қазбекова мысалы қазір кәсіпкер әйелдер қауымдастығын басқарып отыр. Оның да қатарына 30-ға тарта қоғамдық ұйымдар қазір кіріп бірлесіп жұмыс жасап жатыр. Дәстүр жағынан келетін болсақ, қазір Айнұр Жүгінісова қазақ әйел аналары дәстүрге жол деген қоғам өте белсенді келе жатыр. Ассамблеяның жанынан аналар кеңесі Назипа Шанай. Бұл енді қазіргі өте белсенділік танытып әйелдерменен бір жүйелі жұмыс істеп жатқан ұйымдардың басы ғана. Жалпы бұндай ұйымдар бізде өте көп және келешекте де бұл бағыттағы жұмыс күшейе береді деп ойлаймын. Енді біріншіден әйел өзін-өзі түсіну керек. Көшбасшылық оған керек пе, керек емес пе? Көшбасшы болса, қандай көшбасшы болады? Оған оның ресурстары бар ма? Оған оның жаңағы ақыл парасаты, шыдамдылығы, оның қайраткерлігі жеткілікті бола ма, болмай ма? Егер болмаса, қандай мәселелерді үйрену керек? Қандай сабақтар алу керек? Кімнен алу керек? Сондықтан да бұл мәселеге үлкен дайындықпен келу керек және әйел адамдардың көбі үшін отбасының қолдауы өте маңызды. Бір мықтылардың айтқан сөзі бар: у женщины в политике за спиной должен быть тыл, а не фронт деген. Поэтому артта
осы мәселеге келісетін, қолдайтын жаңағы Азаматы болу береке бірліктегі отбасы қажет. Әрине тең құқықты деп айтқан сөз оның барлығы дұрыс, бірақ та енді мен қазақ әйелі ретінде өзіміздің әйелдік отбасылық рөлдерімізді дұрыс орындап барып, одан кейін саясаттағы орнымызды тауып, қоғамға қызмет етсек, сол біз үшін берекелі болады деп ойлаймын. Қазір отбасылық тұрмыстық зомбылық мәселесі өршіп тұр. Осы жерде ұлттық комиссия қандай нақты шаралар не істелініп жатыр? Әрине отбасылық зорлық-зомбылық мәселесі қазір бір жүректі ауыртатын, бұл қалай болды деп ойлайтын жағдайға келіп тұр. Жалпы біздің қоғамда, дәстүрлі қоғамда бұндайша, бұл деңгейде зорлық-зомбылық болмаған. Бұл қайдан келді, біздің халқымызға неге келді, бұдан қалай құтыламыз деген сөздерді қазір комиссияда, халықта терең ойлануда, мемлекетте. Осыдан 2019 жылы қазіргі мәселені өзіңіз білесіз, заңға жаңағы криминализация дейді ғой, зорлық-зомбылыққа байланысты статьяларды қылмыстық деңгейге өткізу туралы үлкен мәселе қозғалды. Оны мемлекет басшысы да қолдады, оны әйел қоғамдық ұйымдар да, халық та қолдады. Осы мәселені 19 жылы бірнеше депутаттың біреуі болып мен де көтерген едім. Сол кезде халық қарсы шығып, бұл біздің дәстүрімізге қарсы деп сол жобамызды қайтып алған болатынбыз. Кейде әлеуметтік желілердің соңынан еріп кететініміздің себебі де осы, көрінісі де осы деп ойлаймын. Қазір енді сонша жыл өткеннен кейін, осындай бір қиын жағдайлардан кейін түсіністік болып жатыр. Бірақ та тек қана осы мынау заңды қатаңдатуменен бұл мәселе шешілмейді. Бұл мәселе профилактикаменен, осы мәселелерді, осындай қиындықтарды алдын алу, отбасыларға көмектесу, жаңағы осындай азаматтарменен де жұмыс жасау, оларды біздің халқымыз, біздің қоғамның азаматтары, олармен де жұмыс жасау, олардың да жаңағы психологиялық көмек көрсету сияқты кешенді түрде көмек болмаса, тек қана бір жақты заң деп айта беруге болмайды. Содан кейін бір жақты ғана еркек әйелді ұрады, тек қана осы ғана мәселе деп қарауға болмайды. Өйткені бұл зорлық-зомбылықтың түрлері көп. Психологиялық зорлық-зомбылық та бар, экономикалық зорлық-зомбылық та бар, жаңағы ұрып-соғу да бар деген сияқты. Соның барлығының да ықпал ететіндей қоғамда заң жағынан да, адам жағынан да, қоғам жағынан да қолдау болғанда ғана бұл мәселе шешіледі деп ойлаймын. Ал енді ұлттық комиссия не істеп отыр деген сұрағыңызға, комиссияның құрамында Айман Омарова адвокат бар. Ол осы еліміздің көрнекті адвокаттарының бірі, және қазақтың жалпақ сөзімен айтқанда, осы жаны шырқырап зорлық-зомбылықтың құрбандарына көмектесіп жүрген бірден бір біздің ұлттық комиссияның мүшесі. Қазір мысалы 36 осындай қиын жағдайларға комиссияның атынан да, адвокатураның атынан да көмек көрсетіліп жатыр. 11 резонанстық істерге араласып жатыр, және зорлық-зомбылыққа айналысатын жаңағы адвокаттар мен заңгерлерге арнайы методика дайындалып іске қосылды ұлттық комиссияның тарапынан. Содан кейін жаңағы кейде зорлық-зомбылық болған жерде татуласу процестері, татуласуға мүмкін болатын, татуласу мүмкін емес деген сияқты, балаларға көмек көрсету, осы дүниелердің барлығын басынан аяғына дейін кешенді қарастырылып, мемлекет қоғам тарапынан сол арқылы ғана біз зорлық-зомбылықты еңсере аламыз деп ойлаймын. Ондай мүмкіндік бар. Қазір заң үкіметтен парламентке түсті ғой, үкіметтен қазір қолдау алды, парламентке түсті, барлық деңгейлерде келісімдер болды. Бұл заңға да үмітіміз үлкен. Жалпы бұл бүкіл қоғамның, әр адамның, мемлекеттің, заңның барлығының бірлесіп бір жүйеге келтіріліп атқарылатын үлкен еңбегінің жемісі ғана болуы мүмкін.
Жақсы. Осы жоғарғы билік эшелонында гендерлік теңдікті жақсарту үшін не істеу керек? Бізде министрлер, әйелдер министрлер правительствода көбірек болса деген ойлар ғой. Бұл біріншіден менің ойымша осыған қабілетті әйелдердің саны көп болу керек. Дайын әйелдердің саны көп болу керек. Ол оқу, білім арқылы біздің мемлекетімізде ондай мүмкіндік қазір бар. Мынау дүниежүзілік экономикалық форумның өткен жылғы рейтингінде біз Қазақстан ерлер мен әйелдердің білім саласында осы критерийде теңестірген мемлекеттерге жатамыз. Қазір болашақ бойынша оқып жатқандардың көбі қыздар, гранттарды көбінесе қыздар жеңіп алып жатыр. Жалпы қыздардың осындай білімді болуынан қорықпау керек. Үйде отырып бала қарасын емес, білімді қыз білімді ұрпақ тәрбиелейді. Білімді қыз салиқалы отбасын құруға негіз болады. Сондықтан да бізде қазір қазақта сөз бар, біреудің бойлап өскенінше көптің қаулап өскені жақсы деген. Сондықтан да қаулап өсіп келе жатқан жас қыздарымыз бар. Олар шетелде де Қазақстанда білім алып жатыр. Сондықтан да мемлекет деңгейінде жаңағы өкіметте, парламентте, мәслихаттардың барлығында әйелдердің көп болу үшін осыған дайындығы бар. Осыған сұранысы бар, әйелдердің саны көбейтуіміз керек. Осыменен қазір қоғамдық ұйымдар да айналысып жатыр. Бұнымен партиялар айналысу керек. Қазір енді партия жүйесі бойынша қалыптасады. Облыстар 50%-ға, мәжіліс 30%-ға. Сондықтан да партиялар қазір өздерінің қатарында әйелдердің болуы және сауатты әйелдердің болуы үшін осындай оқуларды ұйымдастыру керек. Және ұлттық комиссия ұйымдастыру керек, қоғамдық ұйымдар ұйымдастыру керек. Осы арқылы біз жаңағы критическая масса дейді ғой, әйелдердің санын көбейту арқылы билікте де проценттің жаңағы өкілдігін көбейтуге ықпал етеміз. Әйелдердің көшбасшылығы дегеніміз не? Және де қандай сізде рөлдік модельдер бар? Неге? Әйелдің көшбасшылығы деген ол адамның өзінің көшбасшылығы, ердің де әйелдің де ол өзінің өміріне көшбасшы болу, өзіне өзі ие болу, өз өміріне ие болу. Біріншіден. Екіншіден, рөлдік модельдер деген дүние өте маңызды жалпы біздің өмірімізде. Біріншіден, отбасымдағы алған тәрбием болды менің. Екіншіден, мен Жетісудың қызымын. Жетісуда Батима Сақауова және Зылиха Тамшыбаева деген екі апамыз болды. Екі апамыз енді халыққа да мінсіз қызмет етті, отбасына да қызмет етті, ақыл парасаты толық керемет әйелдер болды. Жалпы Жетісуда мынау әйелдер көшбасшылық мектебі өте мықты болды. Мен енді солардың жаңағы бір өкілімін және солардың оқушысымын деп ойлаймын. Сол кісілер болды. Жалпы Қазақстанды мен көп араладым. Сонда кез келген үйде отырған, төрде отырған, бала шағасына бас болып, бағытын беріп, өзінің орнында бақ берекесін сақтап отырған қазақтың әрбір әйелі мен үшін ролевая модель. Оларды көрсем, мен жүгіріп барып қасына отырып сөйлесіп, бір апамыз осы жерде 9 ба 10 ба келіні бар екен. Бір тойда отырмыз. Содан жаңағы келіндердің біреуі келіп сөмкесін алып, біреуі келіп апа жүріңіз деп сыйлап жатыр. Содан кейін мен апай дедім, мынау қалай мынау 10 келінге ие боласыз? Керемет қой мынау. Әлде тек қана қазақтың мықты қыздары ғана сізге келін болған ба, ене сыйлайтын десем, ол кісінің айтқан жауабы бар. Мен бұларды үндемей құртам деп. Сондықтан да ол кісі де мен үшін ролевая модель. Сондықтан да әр адамнан бір жақсылық үйреніп жүру өзімнің өмірдегі бір мақсатым. Үйрен де жирен дейді ғой енді қазақта. Ал жалпы бүгінгі интервьюдің бір үлкен мәселесі ретінде айтқым келетіні, біздің енді жас кез қалыптасқан кезімізде СССР-дің құрамында болдық. Мен қатарластарым жаңағы орыс тілін үйренуге, тіпті орыс болуға деп ойлаймын енді. Мен орысша болуға, орысша қарым-қатынас жасауға, орыстың мәдениетін үйренуге соған талпынды. Содан кейінгі уақытта, осы 20 жылдан бұрын
еуропалық мәдениетке талпынып, осы француженка боламыз ба деген сияқты осыған үйреніп, соған талпынып жатты. Енді қазір кейбір жастардан да, орта жастардан да араб әйелі бола алмай жатқан сияқты. Сондай сезімдемін мен, араб әйелі бола алмай жатқан сияқты. Мен орыста болғым келген жоқпын, Европа әйелі де болғым келген жоқпын, бүгінгі араб әйелі де болғым келіп отырған жоқ. Мен өзімнің рухани негізімнен, рухани дінімнен ажырамай, тек қана қазақшылығым сол мен үшін маңызды болды, және осы өмірдің өзегі деп ойлаймын. Және жаңағы 3 бағытты айтқанда, одан үйренбеу деген сөз емес. Ойбай 19 ғасырда біздің апамыз солай жасапты, біз бүгін соны қайталауымыз керек деген сөз емес. Дәстүрдің озығы бар, тозығы бар деген біздің халық. Сондықтан да жақсысынан үйрену керек, талпыну керек, бірақ рухани негізіңнен алыстамау керек, ажырамау керек. Өйткені біздің түп санамыз, біздің пәленбай ата бабаларымыздан қалыптасқан өзіміздің негізіміз бізді басқа болуға жібермейді. Сондықтан да қазіргі жастарға, қазіргі адамдарға айтатыным, біздің өзіміздің озық мәдениетіміз, дәстүріміз, қайталанбас біздің ұлттық менталитетіміз бар. Осының айналасында әлемнің бүгінгі талаптарына сай өсіп өркендеуге талпынуымыз керек. Менің кредом осы. Өте дұрыс айттыңыз. Онда жаңа айтып кеттіңіз ғой, менің ұстаздарым болды, менторларым болды деп. Қазір сіз өзіңіз дәріс беретін, үйрететін жас келіншектер, әйелдер бар ма? Өте мен үшін маңызды сұрақ қойдыңыз. Мен бірнеше жерде лекциялар оқыдым, саяси көшбасшылыққа байланысты. Енді саяси жүйеде көп жыл жүргеннен кейін сол тәжірибені қазір жастарға беру керекпін. Ол жауапкершілікті мен түсінемін. Бірнеше лекцияларды дайындадым қазір. Жаңағы жүйелі түрде болмағымен анда-санда оқимын, бірақ соны жүйелі негізге қоюға қазір талпынып жатырмын. Өйткені қазір мүмкіндік те бар, және сұраныс та бар. Бұл менің қазіргі мақсатым. Керемет. Ал енді көшбасшы боламын, саясатқа араласам деген осы жастарға, қыз-келіншектерге қандай ақыл кеңес бересіз? Енді жастарға не айтуға болады? Біріншіден, көшбасшы болам деген өзінің талпынысына нық болу керек. Екіншіден, қазір хайп дейді ғой, арзан сөзге ілесіп кетпеу керек, арзан беделге ілесіп кетпеу керек. Арзан, мынау президент Тоқаев күні Егемен Қазақстанға берген сұхбатында бір жақсы пікір айтты. Президенттің пікірін оқып берейін. Күнделікті міндеттерден бөлек ұзақ мерзімге арналған мақсаттарға ден қоюдың мәні зор. Біз болмашы нәрселерге баса назар аударып, ұсақ түйекті талқылауға бүкіл күш қуатымызды сарп етеміз. Одан да сорақысы, әлдекімдердің жалған сөзіне еріп арам тер боламыз. Бұндай пайдасыз істерге алаңдап, ұлттың стратегиялық бағдарынан жаңылмауға тиіспіз. Ұлттың да, адамның да стратегиялық бағытынан ажырамауымыз керекпіз, ұмытпауымыз керекпіз. Сол мақсаттарменен бүгінгі жел сөзге, бүгінгі пікірге, арзан әңгімеге уақытты, қуатты кетірмей, алдық озық ойлы ұлт болуы, озық адам болуды мақсат қойып, осы жолда жүруіміз керек. Ләззат Жаңылысқызы, көп рахмет біздің подкастымызға келгенімізге. Сіздің енді көп жылдық тәжірибеңіз бар, жақсы жаңа жастарға кеңес беріп жатсыздар ғой. Сол сізге біздің әйелдерге, жастарға дәріс береді, лекциялар береді деп енді тосамыз. Біздің подкаст әлемді өзгертетін әйелдер, Қазақстанның әйелдер күштері альянсы және де канадалық жергілікті инициативаларды қолдау фондымен бірге іске асып отыр. Комментарий жазып, сұрақтарыңызды қойып, лайк қойып отырыңыздар. Келесі кездескенше.